Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Мен өзім жалпы қазақ тілі және әдебиеті пәні мұғалімімін. Осыған орай өзімнің қазақ тілі пәнінен ережелерді түсіндіретін канал ашып отырмын. Осы каналым егер сізді қызықтырып жатса, жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен қазақ тілі грамматикасы жайлы тегін ақпарат беремін. Бүгін бірінші сабақ болғандықтан тілім күрмеліп кішкене дұрыс емес сөйлеп жатсам, сіздер мені кешіресіздер деген ойдамын. Қазақ тіл білімінің 4 саласы бар. Лексика, фонетика, сөз жасам және грамматика. Енді осы грамматиканың өзі морфология және синтаксис болып бөлінеді. Морфология және синтаксис. Яғни қазақ тіл білімінің 4 саласы бар. Ол лексика, фонетика, сөз жасам, грамматика. Грамматиканың өзі морфология, синтаксис болып бөлінеді. Яғни лексика ол сөз байлығын, жаңағы біздің қолдану аясы тар сөздер, сонымен қатар сөз мағыналары, амоним, синоним, антоним, жаңағы диалект сөз, кәсіби сөз, мақал мәтел, эвфемизм, дисфемизм, бұл сөз, орфография, орфоэпияны оқытса, ал фонетика тіл дыбыстарын зерттейді. Яғни тіл дыбыстары дауысты дыбыс, дауыссыз дыбыс болып бөлінеді. Сонымен қатар бұл жерде буын үндестігі, дыбыс үндестігі, жалпы үндестік санын оқытады. Ал енді сөз жасам, ол сөздің жаңадан жасалуы, яғни дара сөз, күрделі сөз, сонымен қатар олар қалай жасалынатыны жайлы оқытса, грамматиканың жалпы морфология сөз таптарын оқытады. Ал синтаксис ол сөз тіркестері, жай сөйлем, құрмалас сөйлемді оқытады. Осымен қатар ары қарай бізде пунктуация, стилистика деген салалар бар. Оларды алдағы уақытта толық оқытатын боламын. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Егер каналыма жақсы қаралым болып жататын болса, мен ары қарай сабақты тегін үйрететін боламын.